Азық-түлік бағасы күн сайын шарықтап барады. Халық наразы, жауаптылар үн-түнсіз. Бұлай болмайды, қолға алуымыз керек. Бағаны негізсіз өсірген жауаптыларды жазалауымыз керек. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осылай деді. Баға бақылауда дейді жауаптылар. Мәселен, бағаны негізсіз көтерген 562 кәсіпкер жауапкершілікке тартылған. Келесіде олай болмайды. Бірден айыппұлға көшпек. Сауда үстемесін сақтауын бақылау бойынша 15%-дан жаңа айтып отқан асатын болса, бұл жерде де айыппұл қарастырылған 10-нан 300 есеге дейін. Бірақ әлеуметтік дүкендердің өзі сын сәтті пайдаланып, азық-түлік бағасын өсіріп тастаған. Қадағалау қатаң болу керек. Әсіресе халық көп тұтынатын маңызды тағамдар: күріш, күнбағыс майы және қант. Мынаны жөндейміз, мынаны саламыз, реконструкция тағдары қайда? Ауыл береке базарында не өзгерді? Құдайберген Қорғанбаевтың айтуынша, Жамбылда көмір тапшылығы жоқ. Сондықтан 32 мың тонна қара отын Қырғызстанға экспортталған көрінеді. Ал облыс әкімі бағасы бойынша халыққа ыңғайлы болуын қадағалауды бұйырды. Жалпы бүгінгі таңда 92,8% толыққанды бізге облысқа жеткізілді. Ақкенже Асанқызы, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.